Алдағы күннен бір ғажапты күткен өмір. Бүгін болмаса, ертең болар деген сенім бар. Бірақ сол сенім болашаққа иек арту кейде сондай шаршатып жібереді. Бір кездерде әйтеуір бір болар деген жақсылыққа да сенбей қаласың. Жігерің құм болады, өзіңді бейшара сорлыдай сезінесің. Көз алдымыздағы инстаграмдағылар армандарына жетіп, қалағанын алып, ел аралап, қызыққа кенеліп жатады әйтеуір. Ал сен жыл соңында жетістігін тізгендерді көріп, тағын алыдың. Тоқтат, жетеді. Сенің өмірің, сенің жолың. Ол жолдағының бәрі сенікі. Сен армандап күткен, үміт артқан ертеңнің болмауы да әбден мүмкін. Сен қазір тірісің. Мына жарық әлемді қазір көріп тұрсың. Мейлі арманымен бүгін қауыша алмасаң да, сенде дәл қазір ең ғажап байлық бар. Ол саған Алланың берген өмірі. Өміріңдегі ең бағалысының өзі осы өмір. Қалған материалдық дүниелерге құндылық беріп тастаған өзіміз. Өмір сүруден ләззат алу үшін көп ақша қажет емес. Бар болғаныңа шын жүректен риза болсаң, далада аш жүрмегеніңе шүкір айтсаң болды. Аспандағы айға қол созып жүргенде, жанында сенің өмірің сенсіз сүріліп жатыр. Ойлан, өмір сүр, әр сәтті сезін.